Құрметті достар, біз Қазақстанның, қазақ елінің ең керемет жерлеріне сапар шегуге қазір жолға шықтық. Бұйырса алдымызда ең керемет аймақтар бар, жұмбақ жерлер бар. Соның барлығын бірге көреміз деп ойлаймын. Сол себептен YouTube каналымыздан алыстамаңыздар, мейлінше тіркеліңіздер, жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Ал қызықтың көкесі, мен ойлаймын, алда. Кеттік пе? Нүктеміз бұл Қарағанды. Жалпы Қарағанды дегенде ойымызға не түседі? Әрине, егер тарихқа қарайтын болсақ, Тәттімбеттің күйлері, Қасым Аманжолов, Сәкен Сейфуллин, небір тұлғалар бұл Қарағандыдан шыққан бізге белгілі тарихтан. Ал қазір Қарағанды дегенде Геннадий Головкин, Серік Сәпиев, Бұлғар қолғап шеберлері, сонымен қатар кеншілердің қалашығы екені белгілі Шахтер футбол клубы, Қарағандылық цирк. Яғни осы айтқан ғажаптың барлығына біз Қарағандыда жетеміз деп есептеймін. Сол себептен бірге болыңыздар. Сарыарқаның төрінде орналасқан Қарағанды ірі индустриалды өнеркәсіпті, ғылыми және мәдени орталық болып табылады. Еліміздегі ең үлкен облыстың жер аумағы 428 мың шаршы метрді құрайды. Мұнда 9 қала, 39 кент, 168 ауылдық округ бар. Ал тұрғындар саны 1.350.000 мың. Қарағанды еліміздің ірі өнеркәсіп, кен байлықтарымен көпке мәлім. Бұл Қарағандының орталық көшелері. Әкімшілік, артында Тәуелсіздік монументі және фонтандар. Фонтан бұл енді көпшілікті қызықтыра, қаланың сән беріп, әсемдігін, көркемдігін көрсететін бір ерекше нақыш. Қаланың әйбеті мынадай. Әрі қарай саябақ жалғасады. Жалпы бір кездері мұнда өздеріңіз білесіздер, Шахтер үлкен бір жетістікке жетіп, осы футбол ойнаудан. Соның ішінде Селтик құрамасы мен Шотландиялық үлкен бір кездесу өткізіп, Европа лигасында, егер қателеспесем, қой сойып стадионға келіп, ой бір қызық болған. Шахтер Қазақстан премьер-лигасының 2 дүркін чемпионы. Клубтың тарихы 1958 жылдан басталады. Қарағандыға келгеннен кейін Қарағандылық цирк жайында сөз қозғамасақ, бұл жарамас. Әрине, Қарағанды қаласына келгеннен кейін Қарағандылық цирк жайында айту бұл бізге міндет. Өйткені мәдениеттің мәйегі бола білген, көпшілік жұртты өзінің өнерлерімен қуанта білген бұл цирк көпке қызық. Қарағандылық цирк жыртқыш аңдар империясы деп аталады. Бұл ұжымда табиғатта сирек кездесетін 30-дан астам үйретілген жыртқыш аңдар өнер көрсетеді. Ең бастысы, республика бойынша бірде-бір циркте 30-дан астам аң жұмылдырылмаған. Жыртқыш аңдар империясының өзгелерден ерекшелігі де осында. Иә, бұл Қарағандының ерекшелігі.
Қаламен танысып жүргенімізде, мұнда арша ағашынан домбыра жасайтын еліміздегі жалғыз шебер бар екенін білдік. Білдік те ат басын сонда бұрдық. Қарағанды қаласындағы Аман Сәдуақасов деген ағамыздың шаңырағындамыз. Бұл кісі аршадан ағаш істейтін ұстаз. Аға, жалпы неге арша ағашын таңдадыңыз? Бұл енді бұрын Әміре Қашаубай кезінде мына Парижде алғашқы қазақты дүниежүзіне танытқан арша домбырамен ғой. Оны біз білмейтінбіз. Әміренің апарған ба? Әміренің ең алғашқы Парижде өлең айтқан домбырасы арша домбыра. Сол кезде сол Ақтоғайдың аршасы екен. Мен әлгі 96-да үкілі домбыра қатысып, сонда Нұрғиса, Уәли Бекенов, Қаршыға бар, осы Мағауия бар, солар айтты ғой. Осыдан 70 жыл бұрын деді, Әміре Қашаубай Парижде алғашқы аршады. Содан кейін қайталанып тұрған бұл арша өте қасиетті киелі ағаш деп. Содан бастап осы аршаны бірақ енді жасынан жасамайсыз. Мынандай кепкен мынау 50 жыл, 100 жыл жатқан. Одан кейін бұл шірімейді. Жоқ, шірімейді деген андай. Көп. Сосын мынандай жаңа құрастыруға жасайсыз. Әрқалай. Енді басқа ағаштардан жасаймыз әлі. Шетелдің ағаштары. Мына ғой қара ағаштар. Индонезия. Палисандра. Палисандрасы бар. Ата аманатына аман алып келе жатқан Аманжан Сәдуақасов арша ағашын Қарқаралы, Ақтоғай өңірлерін аралап, апталап жинайды. Кейін оны тазалап, жасауға дайындайды. Қазақтың талай дауылпаз күйшісі мен жез таңдай әншісіне аспап жасаған Аман аға аршаның күмбірлеген дыбысын 26 жыл бойы іздеген. Домбыраны алып бірден келгеннен кейін ұстап көрді. Қалай екен жалпы домбыраның? Өте керемет. Тамсы, күмбірі. Сен мына қарсайсың? Үні қарсайсың? Шеркін. Керемет қой мынау. Өте тамаша. Жалпы Күйге де бәрінде келіп тұр. Негізі Аманжол Айтаевқа дейді, негізі күйге де керемет келеді. Ашықтау дыбысты жақсы көреді. Астана күйге мына дыбыстармен. Өте тамаша мынау. Мынау күйге деп жасалған домбыра осы. Серген Тұрысбектің айтып жүрген дыбысы. Домбыраның күмбірін, аттың шапқан ісі, қаны қозбайтын қазақ жоқ қой. Мынау бітпеген домбыра. Аманжан Сәдуақасов 5 жасынан домбыра тартып ән шырқаған. Киелі өнер әкемнен дарыды дейді ол. Мамандығы инженер бола тұра өнер жолын таңдайды. 10 саусағынан өнер тамған қарағандылық шебердің қолынан туған домбыраны Нұрғиса Тілендиев, Қаршыға Ахмедияров, Мағауия Хамзин сынды дауылпаз күйшілер ұстаған. Бүгінде шебер Қарағандыдағы барлық өнер мектептерін қасиетті аспаппен қамтып отыр. Атыңнан айналайын Қарқаранды, сенен бұт менен қайғыңай Қарқау. Қарқаралы Қарағанды қаласынан оңтүстік шығысқа қарай 220 шақырым қашықтықта орналасқан. Табиғаты ерекше сұлу өлке талай ақынның сезімін тербеп, шабытын оятқан. Бұл жаратылысы жұмбаққа толы аймаққа кіріп келгеннен ақ сезгеніміз қарағайдың, аршаның жасамыш жапырақтарынан тараған хош иіс еді. Шындығында табиғат ана бар байлығын осы өңірге төккендей. Қарқаралы даласы түрлі өсімдіктерге бай. Сондай-ақ бұл орманда алқап, айналасындағы ұсақ шоқылы, төбелі, қарқылы таулар тізбегінен тұрады. Олар солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай 30-35 шақырымдай бір-біріне жалғаса созылып жатыр.
Міне, құрметті достар, Қарқаралы жерінеміз. Соның ішінде қазір таудың үстіндегі көл, нақтырақ айтқанда Шайтан көлі. Тереңдігі белгісіз. Қазір енді ол көлдің басына барғаннан кейін сол көл жайында айтамыз. Әзірге мына бір ғажап орманды айтқым келіп тұр. Мен енді өзім Маңғыстаулық жігіт болғаннан кейін Маңдалада әбден қанат жайып өскен жігітпін ғой. Сол себептен мына мен жалпы орманды бұндай алқап аймаққа алғашқы рет келуім. Және бұл маған бір ерекше таңсық, бір ерекше жаңалық болғандай, өзім мына табиғаттың құдіретіне бір таңданып тұрғандай, бір ерекше бұрын соңды көрмеген бір ләззат алады ғой адам өмірінде бірінші рет алғаш рет. Сондай бір ләззат алып тұрған сияқты. Орманның ішінде жүріп мүлдем грибок теріп көрмегенбіз ғой біз. Мен ондай орманы бар жақта туған жоқпын. Сосын маған таңсық бұл. Бірақ апамды көрдім. Атын түрлі осындай бір саңырауқұлақтарды теріп жүр екен. Пакет бар. Баяғы ертегідегідей. Мынадар мен тазалап қойдым. Сары. Бұл сіздің жалпы өзіңіздің ермегіңіз ғой сонда, осы ұнайды ғой өзіңізге? Просто нравится, да. Табиғатпен серуендеп. Дышим. Қандай ләззат аласыз? В смысле? Ләззат, рахат, қандай рахат аласыз? Ну, запахи такие, на весь год хватает, как говорится. Осы айтады ғой, саңырауқұлақтарды мен енді өзім теріп жинамағаннан кейін қорқам, олысы тап болып адам өлтіруге дейін болады, ондайларды. Қорықпайсыз ба, әлде танисыз ба барлығын? Оны білесіз, білесіз, бірден. Кітапты оқып көргенбіз сонда. Арнайы оқыдыңыз кітапты? Иә, сонда бәрі жазылып тұр. Мұхаммор қандай түрді, қандай. Бүгін неше шақырым жүрдіңіз? Ой, наверное, 25-20. 20 шақырым жүрдіңіз. Сондағы бір пакет жинағаныңыз, иә? Жоқ, біз таңертең еще жинадық. Бірнеше. Я вот только вышли недавно. Бұны сатасыз ба, үйде өзіңіз? Үйде өзіміз нетеміз. Тамақтан қорып жүрсіз? Нет, нетеміз, на зиму делаем. Дәмді ме? Очень. Потом маринуем, потом замораживаем. Потом можно вот эти можно сушить. Потом көрсетіңізші, камераға көрсетіңізші. Кожа пісіреміз, потом надо сушить можно. Көжеден, не? Да, кожа пісіреміз. Зимой. Это эти, называется эти, опять, ой, как Маслятина называется. Апам сондай. Есіміңіз кім? Мадина. Мадина, Қарағандының тумасы. Сізге көп рахмет. Жолыңыз болсын. Толтырып саңырауқұлақтар жинай беріңіз. Бара берейін, дәрі қарай. Бара беріңіз, иә. Өталапта екі жол анда, аңгерді. Енді мен өзім біреуге жол көрсетуге шамам келмейді ау. Саңырауқұлақтарды білмеймін, теріп көрем бе деп ойлағам, бірақ осына тап болып басқа нәрсеге ұшырап қалып жүрмеймін бе деп қорқамын. Қазір қарағайды жақсы көргенім сонша қарағайдың үстіне өрмелеп шығып кеттік. Осы шығу қолайлы екен. Ана киноларда көретінмін, жолбарыстан қашып мостың үстіне мініп шығып кетеді. Онан кейін жолбарыс артынан қуып келеді. Ол қашып береді дегендей. Міне, ағаш әлі де үстіне жол болады. Ал төменгі жағы көзіңіз жетті ме? Әйтеуір камераны білмеймін, өз көзім анық жетті. Бұл ерекше ләззат мен үшін. Бәрекелді. Қарқаралы жерінің табиғатының бір артықшылығы мұндағы жануарлар мен өсімдіктердің бірегейліктерінде. Оның нақтырақ айтатын болсақ, ең басты бұнда бір мақтанышымыз дала түзі арқар. Арқарлар мекені. Сонымен қатар ғалымдардың пайымдауынша осы өңірде өсімдіктердің 800 түрінен астам өсімдіктер өседі.
Сосын басты көркі мынау орман таулары шатқалдардың. Бұл қарағай, кәдімгі қарағайы. Қыс және жаз айларында жасыл көркін өзін өзгертпейді. Сән беріп тұрады. Және аумағы қанша бұл? Ұлттық парктың өзі жалпы 1998 жылы 1 желтоқсанда құрылды дедік қой. Сол жылдары бастапқыда бұның аумағы 90.323 гектар болатын. Бүгінгі таңда бұның аумағы 112.120 гектар. 4 орманшылықтан тұрады. Кәдімгі сол әр орманшылық. Осы аймақта қанша жануарлар бар мұнда? Жануарлардың енді сүтқоректілердің 47 түрі, құстардың 124 түрі. Жаңа айтып кеттік, бастапқыда өсімдіктердің 800-ден астам түрі бар. Оның 5 түрі қызыл кітапқа енген еліміздің. Қарқаралы қаласының іргетасы 1824 жылы қаланды. Тарихқа сүйенсек, мұнда ақшаңқан үйлер мен аз ғана ауыл болған. Бұл киелі топырақта әдебиет пен мәдениеттің іргесін қалаған ұлы тұлғалар дүниеге келді. Қарқаралы топырағы ежелден ақ алыптардың алтын бесігі, аймаңдай асылдарымыздың құтты қонысы. Мұнда шешендігі мен көсемдігі, даналығы мен дарабоздығы тұла бойына туадарған данышпан бабамыз қаз дауысты Қазбек би, сондай халықтың данасына айналған осы аймақтың аға сұлтаны Құнанбай қажы Өскенбайұлы, онымен Қарқаралы төрінде құда болған Алшынбай. Атыңнан айналайын Қарқаралы деп әуелетіп әнге шалқытып жырға қосқан Қайран Мәди Бәпиұлы, дәулескер күйші Тәттімбет Қазанғабылы, Алаш партиясының кемеңгір көсемі Әлихан Бөкейхан, Огар Жәнібеков, Қыран Нүркен Әбдіров, от пен оққа оранған Сұрапыл майданда жау шебін талқандаған Тарлан Мартбек Мамраев, қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров сынды саңлақтарымыз осы өлкенің дара да дана тумалары. Және де ағартушы қоғам қайраткерлері Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Әлімхан Ермеков, Жақып Ақбаев, Нығмет Нұрмақов бұл өңір тарихына өз таңбаларын қалдырса, қазақтың ақыл ойының алыбы данышпан Абай Құнанбайұлы Қарқаралыны жандай жақсы көрді. Әкесі Құнанбаймен осы шаһарға сан мәрте келіп, от ауыз, орақ тілді балта мен шөжесінді шайырлардың сөздерін тыңдап, тамаша тәмсілдерін тамсана тыңдады. Тарихи деректе Қарқаралы Орта Азия мен Қытайдан Сібірге баратын керуен жолдың торабы ретінде маңызды сауда, кәсіпшілік және мәдени ағарту орнына айналды. Мұнда 1848 жылдан 1930 жылға дейін белгілі қоянды жәрмеңкесі өтіп тұрды. Жыл сайын дүбірлі өтетін осы ұлы думан ұлттық өнеріміздің өркендеуіне дағыл жол ашты. Жер шоқтығы кербес көкшеден әдейі ат терлетіп келген ел еркесі, ән серкесі Біржан Сал өкілі домбырасын бебеулеп, базарың құтты болсын ардақ тілім, қоянды ту көтерген туған жерім, Қарқаралы сұлу көкше жер шоқтығы, сарыарқа алтын асу асқар белім деп жәрмеңке базарының шымылдығын ашса, ұлттық өнеріміздің сайыпқыран саңлақтары Әміре Қашаубаев, Қали Байжанов, Ғаббас Айтбаев, Майра Уәлиқызы, Қалибек Қуанышбаевтардың таланттарына жиылған жұрт тәнті болды. Табан астында тіліп айтатын, әрі біліп айтатын арқалы ақын Иса Байзақов жыр нөсерін төпелеп, сиқырлы сөздің мәйегін төкті. Алып күш атасы Қажымұқанның сом темірді қамырша илеген ғаламат қажыр қайратына көпшілік қайран қалып таңдай қақты. Осылайша қоянды жәрмеңкесі нағыз ән базарына, ғажайып өнер додасына айналды. Және бұл 82 жылға ұласқан. Тауға шығып келеміз. Шайтан көлдің басына. Жалпы
Тоға шыққан жақсы көремін. Өйткені бірінші денсаулыққа пайдалы. Шайтангүлге осы жолмен көліктің жеткен жеріне дейін жеттік. Әрі қарай 1 сағат көтеріледі дейді. Қазір енді 1200 метр биіктік қой. Көреміз қанша сағатта уақытта көтерілетінімізді. Енді барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Міне кішкентай балдар жүгіріп келе жатыр. Қалған түсіп келе жатқандар тек қана мен емес, мен сияқты серуендейтіндер көп. Қала қалыста ма? Я русский. Я казах. Ну там если дальше идти вот так, ну короче прямо идти, то можно дойти до озера. Я уже там был. И там сколько? Неше уақытта барамыз? Шамамен 10. Ой, рахмет. Рахмет. Рахмет, бауырым. Оп. Қарағайлы орман арасымен өтіп, қынамен көмкерілген тастарды, бірнеше сыңғырлай аққан бұлақтарды артқа тастап, Бұғылытау ұшар басындағы Шайтанкөл атты керім жеріне бет алдық. Міне, достар, біз Шайтанкөлге де жеттік. Ентігіп, жалпы жеткендегі көргеніміз міне соған тұрарлықтай, таудың басына 1200 метр биіктікке шыққанымызға тұрарлықтай әдейі бір жаратылыстың керімін көзбен көріп жатырмыз. Әрине ерекше сұлулығына мін жоқ тіпті. Керім, кербес, балықтар, үйректер айтпақшы мен көрдім. Шайтанкөл деп айтуға қимайсың енді, әрине. Өлі көлге ұқсамайды, тірі көл. Жалпы бұл көлді әуелде әулие көл деп атаған екен. Мұнда жұма сайын бай молдалар, қожалар, әсіресе жұма сайын осында келіп бір малын шалып, Құран оқытып, жиын жасайтын болған. Сондай бір жиынның бірінде осында барлық келген қонақтарға, жиынға келген жандарға шайтандар шабуыл жасапты дейді аңызда. Содан кейін бұл мекенді Шайтанкөл деп атап кеткен екен. Осы Шайтанкөлге қазір көріп тамашаладық. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай үйректер артымызда, әдемі. Енді табиғаттың жаратылысын көріңіздерші, мінекей өздеріңіз. Сөзбен айтып мен өзім жеткізе алар емеспін. Сонымен, туған жер тарихымен танысып, ашық аспан астындағы мұражайдан нәр алып, кие қонған құт мекен Қарқаралымен танысып жүргенімізде, Арқаның кербез даласына ақшамда кірді. Осылайша қатпар-қатпар тасы мен мың бұрала билеген жасыл орманда Қарқаралының кеші біз үшін қайырлы болды.